Уа Алланың елшісі, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сіз бұл дүниеге адамзатқа шапағат тарату үшін келдіңіз. Жастайыңыздан жетім қалып, өмірдің ауыр сынақтарын ерте көрдіңіз. Адамдардың көрсеткен қорлығы жүрегіңізді қатайтпады, қайта мейіріміңізді арттырды. Сізге тіл тигізгендер көп болды, сол кезде де сабыр сақтадыңыз. Жамандыққа жамандықпен емес, көркем мінезбен жауап бердіңіз. Аштарды тойдырдыңыз, жетімдерге пана болып, әлсіздерге сүйеу болдыңыз. Бай мен кедейді айырмай, адамды адам еткен әділдікті үйреттіңіз. Өміріңіздің соңғы сәтінде де үмбетіңізді ойлап, аманат етіп қалдырған өсиетіңіз намаз болды. Ал бүгінде уа пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сізге тіл тигізетіндер де бар. Ал үмбетіңіз сол аманат намазды толық қадірлей алмай жүрген де бар. Уа Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, үмбетіңіз үшін Алладан кешірім тілеп, бізге шапағатыңыз тиюді нәсіп етсін. Алла сіз көрсеткен жолдан айырмасын, нағыз сабырлы, нағыз мейірімді, намазды жүрекпен орындайтын үмбеттен етсін. Амин.